Ақтау қаласының тұрғындары және қонақтары Ақтау қаласының аумағында және Маңғыстау облысының көлемінде 29-30 қазан аралығында мас жүргізуші қылмыскер атты жедел-профилактикалық іс-шарасы жүргізілуде. Іс-шараның басты мақсаты көлік құралын басқару кезінде жүргізушілердің алкогольді немесе есірткі және психотроптық заттарды қолдана отырып кез келген жағдайларға алып келетін қылмыс пен құқық бұзушылықтардың алдын алу және болдырмау. Құрметті жол қозғалысының қатысушылары, сіздерді өзіңіздің және өзгенің өміріне қауіп төндірмейтіндей жол көлік оқиғаларын алдын алу мақсатында және де құқық бұзушылықтарды болдырмау мақсатында көлік құралын алкогольдік мастан күйінде басқармауыңызды өтінеміз. Сіздің бұл әрекетіңіз үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 68 бабы бойынша жазаға тартылатыныңызды ескертеміз. Яғни 15 күнге дейін әкімшілік қамауға немесе 7 жылға дейін көлік құралын басқару құқығынан айырылатын боласыз.